Бүйрегіңіз ауырып жүрме, бүйректі емдей алмай жүрсіз бе? Химиялық дәрілер көмектеспей жатыр ма? Цистит ауруы мазалап жүрме? Қуығыңыз ауырып, несеп жолдары қабынып жүрме? Қуығыңызға салқын тиді ме? Онда осы видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем құрметті алтындарым. Видеоны жалғастырмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басып, және тек қана өзіңіз қарамай достарыңызбен, туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісе жүріңіз. Емделу жолы, ол үшін біз 1 стакан пшенон аламыз, 100 грамм. Пшено немесе тарыны аласыз, 100 грамм. Сосын оны тазартып жуып аласыз. Одан кейін оны ыдысқа салып аласыз, бос ыдысқа. Сосын үстіне 1 литр ыстық қайнаған су құясыз. Қайнап тұрған ыссы суды үстіне құясыз. Одан кейін осыны кешке қарай дайындайсыз да таңға дейін бұқтырып қоясыз. 10-12 сағат. Сосын келесі күні осыны таңертеңнен бастап кешке дейін ішесіз, бітіріп тастайсыз. Содан кейін келесі күні жанасын бастайсыз. Осылай 1-2 ай қайталап іше бересіз. Пшено ол кез келген магазинде сатады. Пшено деп сұрасаңыз береді. Ол тазартылған түрі болады, тазартылмаған түрі болады. Бұл әдіс сіздің бүйрегіңізді, қуығыңызды, несеп жолдарын емдейді, қабынуын басады. Және де бүйректегі тас құмды шығарады. Егер осындай дайындалатын әдістерге уақытым жоқ, жұмыстамын дейтін болсаңыз, сізге дайын шөп бар. Бұл емдік шөп нефрит, пиелонефрит, цистит сияқты аурулардың қабынуын басып, бүйректегі құмды шығарады. Бұл шөп туралы мен толығырақ описанияға номерін жазып кетем, соған хабарласып білсеңіз болады. Алтындарым, видео аяқталып қалды. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.